Қайырлы күн, құрметті студенттер. Қызылорда облысы Арал қаласы Арал индустриалды техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Бекмағамбетова Әсем Бауыржанқызы. Балық өндірісі пәнінен бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы балықтардың ас қорыту жүйесі. Сабақтың мақсаты балықтардың ас қорыту жүйесімен таныстыру. Балықтардың ас қорыту жүйесі ас қорыту жолынан және ас қорыту бездерінен тұрады. Ас қорыту жолы ауыз тесігінен басталады және ауыз қуысы жұтқыншақ, өңеш, қарын, ішек және анал тесігі немесе клоака. Балықтардың қоректену сипатына сәйкес бұл бөлімдердің құрылысында айырмашылықтар болады. Дөңгелек ауыздылардың ауыз аппараты сорғыш типті. Ол жиегі майда бүршіктермен қоршалған сорғыш воронкадан басталады. Ауыз тесігі воронканың түбінде, жақтары жоқ, ал воронканың ішкі бетінде мүйізді тістері орналасқан. Ауыз қуысында тісті жақсы жетілген тілі бар. Тілдің қаңқасы негізінен тіл асты шеміршектен тұрады. Дөңгелек ауыздылар воронканың көмегімен өзінің жемтігіне сүлікше жабысады, ал тісті тілімен оның денесін теседі. Балықтардың ауыз тесігі қоректену әдісімен қоректің сипатына сәйкес әрқалай пішінді және әртүрлі орналасқан. Жыртқыш балықтарда үлкен тісті ұстайтын ауыз. Көптеген бентофактарда сорғыш түтіктес, кейде созылмалы, әдетте тіссіз. Күшті дамыған пластинка және тікенек тәрізді тістері бар. Тісті балықтың аузы уатушы ауыз. Планктофактардың аузы үлкен немесе орташа көлемді. Тістері майда немесе жоқ. Перифетон қоректі түрлердің аузы басының астында саңылау тектес, ал төменгі ернінде мүйізді тыс қабыршақ болады. Көпшілік балықтардың ауыз қуысындағы жақтарында тістері болады. Іріленген және пішінін өзгерткен плакоидты қабыршақтар. Тістің сыртын эмаль тектес витродентин қаптаған. Оның астында дентин орналасқан. Тістің ішкі қуысы жүйкесі және қан тамырлары бар дәнекер тканды қоймалжың затқа толы. Әдетте тістердің түбі болмайды. Сондықтан тозғандарының орнын жаңалары басады. Бүтінбастылар мен қостыныстылардың тістері үздіксіз өседі. Көптеген момын балықтардың, мысалы тұқылар, ауыз қуысында тіс болмайды. Жыртқыштардың істік, ішке қарай иілген тістері жемін ұстауға бейімделген. Тістер тек жақ сүйектерінде ғана емес, ауыз қуысындағы басқа да органдарда болады. Көптеген скаттардың тісі жалпақ. Тісті балықтардың алдыңғы конусты тістері жемін ұстауға, ал жалпақ бүйір және артқы тістері моллюскілерді, тері тікенектілерді, теңіз жұлдыздарын уатады. Тебен құрсақ тәрізділердің алдыңғы тістері өзіне тән тұмсыққа айналған. Осы тұмсығымен өсімдіктер мен маржандардың бөлшектерін үзіп алады, ал кейін ығысқан, қалғандары тамағын майдалайды. Балықтардың көпшілігі тамағын түгел жұтады. Пиранья өте өткір тістерімен ірі жемтігінен ет кесектерін қиып алады. Балықтарда ауыз қуысынан шыға алатын нағыз тіл болмайды. Оның қызметін шырышты қабы бар тіл асты доғасының тақ элементі атқарады. Ауыз тікелей жұтқыншаққа ауысады. Бұның қабырғаларында сыртқа ашылатын желбезек доғалары, қоршаған желбезек саңылаулары бар. Желбезек доғаларының ішкі ойық бетінде құрылысы қоректену сипатына байланысты желбезек өскіндері болады. Желбезек өскіндері қарапайым және желпуіш тәрізді. Ұзын және бүршікті тектес, қатты және майысқақ тағы басқа болып келеді. Жыртқыштардың желбезек өскіндері аз санды, сирек тұрпайы, қысқа болады және негізінен желбезек жапырақшаларын қорғау және өте шырышты қорегін ұстап қалу қызметін атқарады. Планктофактардың желбезек өскіндері көп санды, ұзын, жіңішке судан қорегін сүзіп алу қызметін атқарады. Фитопланктонмен қоректенетін дөңмаңдайдың желбезек өскіндері ерекше тор сияқты. Кейбір балықтардың бірінші желбезек доғасындағы желбезек өскіндерінің саны систематикалық белгі болады. Планктофактардың түгелге жақыны қоректенген уақытта суды сүзу үшін аузын ашып, желбезек қақпақтарын томпайтып жүзеді. Кейбір балықтардың микрофитофагтар жұтқыншағының дорсальды қабырғасында ерекше желбезек үсті орган дамиды. Ол балықтың екі жағында 4 желбезек доғасының жоғарғы элементтерінен пайда болған оңашаланған тұйық спиральді клапандар сияқты бұл қуысқа желбезек өскіндерінің ұштары енеді. Желбезек үсті органдарының қызметі майда тамақты, әсіресе фитопланктонды жентектеу, шоғырландыру. Жыртқыш балықтарда жоғарғы және төменгі жұтқыншақ тістері болады.
Жоғарғы жұтқыншақ тісі желбезек доғаларының ең жоғарғы элементтерінде, төменгі жұтқыншақ тістері 5-ші жетілмеген желбезек доғасында болады. Олар майда тіс шиелері бар алаңша сияқты. Жыртқыштардың жұтқыншақ тістері желбезек өскіні сияқты шырышты олжасын ұстау қызметін атқарады. Тұқылардың 5-ші жетілмеген желбезек доғасындағы төменгі жұтқыншақ тістері күшті дамыған. Жұтқыншақтың төбе қабырғасында уатушы болады, қатты мүйізді зат, ол жұтқыншақ тістермен бірге тамақты майдалауға қатысады. Бұл жұтқыншақ тістер бір қатарлы, екі қатарлы және үш қатарлы болуы мүмкін. Пішіндері әртүрлі, қармақ тәрізді, кетікті, тегіс, ойық. Осындай тісті балықтардың бұлардың систематикалық маңызы бар. Жұтқыншақ тістері сондай-ақ губандарда, тоты балықтарда және кейбір камбалаларда болады. Жұтқыншақ ішкі беті ұзын қатпаршақты өңешке жалғасады. Кебен құрсақтылар отрядының өкілдерінде өңеш ауа қапшығын құрайды. Ол денесін мешше үрлеп үлкейтеді. Көпшілік балықтардың өңеші қарынға жалғасады. Қарынның қоректену сипатына байланысты. Шортанның қарны жұмсақ тұт сияқты. Сырттай өңештен айырмашылығы жоқ. Алабұғада соқыршек сияқты. Ал кейбір балықтарда В әрпі сияқты иілген. Басқын балықтарда қарны кішкентай, бірақ екі бөлікті. Алдыңғысы безді, артқысы етті. Онда майда тамақпен майдаланып араласады. Қарынның алдыңғы беті кардиальды, артқысы пилорикалық деп аталады. Сонымен қатар тұқыларда, қостыныстыларда, бүтінбастыларда, теңіз әтештерінің көптеген бұзаубас балықтарда, теңіз шайтанында қарын болмайды. Бұларда тамақ өңештен бірден ішекке түседі. Ішек 3 бөлімнен тұрады. Алдыңғы, ортаңғы және артқы. Ащы ішекке бауырдың және ұйқы безінің өзектері ашылады. Пилорикалық қосалқылар көптеген балықтарда болады. 1-200-ден болатын, олар ішектің алдыңғы бөлімінен басталады. Бекірелердің пилорикалық безге айналған, олар ішекке бір кең тесікпен ашылады. Пилорикалық өсінділер тамақты сіңіру аймағын кеңейтумен қатар ферментативтік қызмет атқарады деген болжам бар. Кейбір балықтардың пилорикалық қосалқылары систематикалық белгі. Балықтардың ішегінің ұзындығы оның тамағының құнарлығына байланысты. Әртүрлі балықтардың ішегінің ұзындығы сол балықтың ұзындығына қатынасы 0,5-тен 22-ге дейін болады. Ең қысқа ішек жыртқыш балықтарда болады. Бұлардың ішегінің ұзындығының дене ұзындығына қатынасы 1 шамасында немесе онан аз. Фитопланктонмен қоректенетін дөң маңдайлардың ішегінің ұзындығы дене ұзындығынан 16 есе артық. Қарны жоқ балықтар тамақты аз бөліктермен жейді және ішегін тез босатады. Қарны үлкен жыртқыш балықтардың тамағы қорытуы 3-6 тәулікке созылады. Және де басынан бастап жұтқан олжасы қарынға біртіндеп оның қорытылуына сәйкес жылжиды. Ішек анал тесігімен аяқталады. Ол әдетте жыныс және зәр тесіктерінің алдында орналасқан. Дегенмен гемнотиттердің анал тесігі кеуде қанаттарының алдында, ал электрлі жылан балықтарда тамағында орналасқан. Кулака, шеміршекті және қостынысты балықтарда сақталады. Ас қорыту бездері бауырда ішектен келген улы заттар залалсыздандырады. Майларды эмульгациялайтын және ішек жиырылуын үдететін өт түзіледі. Белок, углеводтар синтезделе, гликоген, май, витаминдер қорланады. Шеміршекті балықтардың бауыры 3 бөлікті. Оның салмағы дене салмағынан 10-20%-ға жетеді. Көптеген тұқылардың да бауыры 3 бөлшекті. Бірақ сазанда 2, ал шортан мен алабұғада 1. Көптеген нағыз сүйекті балықтардың бауыры 2 бөлшекті. Көптеген балықтардың бауырында ұйқы безінің тканы болады. Тұтас жекелеген ұйқы безі тек шеміршекті балықтар мен бекірелерде ғана болады. Нағыз сүйекті балықтардың ұйқы безінің ұлпасы бауырдан басқа өт көпіршігімен оның өзегінің көк бауырдың маңында ішек шажырқайында болады. Ұйқы безінің бұндай клетка топтары майлы ұлпамен қоршалған. Оны гистологиялық зерттеусіз жеке бөлу мүмкін емес. Ұйқы безі ішекке майларды, белоктарды және углеводтарды қорытуға себепші ферменттер бөледі. Назарларыңызға рахмет.